Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ашытқысыз, тез әрі оңай дайындалатын бауырсақтар дайындайтын боламыз. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, видео ұнаса, жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен бөлме температурасында тұрған 500 грамм айранға 1 шай қасық ас содасын салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Мен үйдің табиғи айранын қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызға байланысты қолдансаңыздар болады. Бұл жерде сода мен айран реакцияға түсетін болады. Айран мен соданы 10 минуттай уақытқа қалдырамыз, сонда осындай реакция пайда болады. Одан кейін 1 жұмыртқа, 2 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз, және де 4 ас қасық сұйық май қосып, барлығын венчикпен жақсылап араластыратын боламыз. Енді біз 750-800 граммдай ұнды бөліп қосып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Бізде қамыр жұмсақ, қолға кішкене жабысқақ болуы тиіс. Табақтың бетін жауып, 15 минутқа жылы жерге қалдыратын боламыз. 15 минут өткен соң қамырымызды ұнын себе отырып жаямыз. Өз қалауларыңызға байланысты қалыңдықта жайсаңыздар болады. Менікі қатты қалыңда емес, қатты жұқада емес, орташа қалыңдықта болды. Сонымен қатар бауырсақты өз қалауларыңызға байланысты кессеңіздер болады. 4 бұрышты етіп немесе мен секілді дөңгелек етіп. Мен дөңгелек формасын шығаруға чайниктің қақпағын пайдаланамын. Бұл өте ыңғайлы маған. Осылай барлығын кесіп дайындап аламыз. Бауырсақтарды өзіміз қалаған формада кесіп алған соң, оны бірден пісірмейміз. 10-15 минут кішкене бетін жауып, дегдітіп, көтерілгенше қойып қоямыз. Одан кейін қызып тұрған майда қызартып, қуырып аламыз. Мінекей біздің пайдалы, ашытқысыз, тез әрі оңай дайындалатын бауырсақтарымыз дайын болды. Көтеріліп, әдемі болып шығады. Дәмі де ерекше. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.